Шымкент қаласының тұрғыны Олжас есімді азаматты 3-ші курс студент қыздары зорлап кеткен. Аталған азамат дүкеннен шыға берісінде ғимарат қуысынан шыққан қыздар ұстап алған. Жәбірленуші сұхбат берді. Анау Республика 19-дағы Монако киім дүкенінде акция отқан ол, куртка алсаң аяқ киім тегін деген. Соған барып киініп алғам, сықиып киініп, такси күтіп тұрсам, бір үшқы шығып, жігіт берген красавчик көп киініпсің ғой, бергел дейді маған. Содан қаштым, қат жүгіреді екен, қуып жетіп алды. Содан бірдеңе шырам сал деп бетіме шырам сал кетті. Негізі ол үйреншікті жағдай, өйткені біздің дүкеннен киінетін жігіттер қыздардың арасында көп вниманиеге ие болып жатады, бірақ зорланды деген енді таңғаларлық жағдай болып тұр біз үшін. Және клиенттің бізді кінәлауы негізсіз деп ойлаймын, өйткені біз жастарды талғаммен стиліне киіндіргенімізге кінәлі емеспіз деп есептеймін. Қорлан Зорлаева, Анатолий Петушара, ПТК арнасы.